Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздің Казислам порталында ерекше қонақ елордамыздағы Lingua10 тіл орталығының директоры, белгілі полиглот Владислав Тен. Қош келдіңіз. Самасыз ба? Шақырғаныңызға рахмет. Әлі күнге біздің елімізде басқа ұлт өкілдері қазақша сөйлейтін болса, оған бір таңғалып қарайтын әдет бар. Өзіңізден де сұрап өтейік, осы қазақ тілін сіз қай уақытта үйрендіңіз? Жалпы өзіңіз қанша тіл білесіз? Өзіңіздің жаңа жұмыс істеп отырған Lingua10 тіл орталығы жөнінде айтып берсеңіз. Тәжірибемде 30-дай тіл бар, 30-дай шет тілі. Оның ішінде 5 жақсы білетін тілдер: орысша, кәрісше, ағылшынша, өзбек тілі, қазақ тілі. Олардың қазақ тілін ең нашар білемін. Грамматикасын өте жақсы білемін, түсінемін. Негізі менде тілге деген қызығушылығым бар. Содан кейін қаншалықты көп тілдерді білсем, соншалықты жақсырақ менде салыстыру, тілдер бір-бірімен салыстырып, үйрететін әдістемелерді жасау мақсатында оларды үйрендім. Менің мақсатым қазақтың шет тілі ретінде үйрету мақсаты еді. Сонда өзіңіз қанша уақытта үйреніп алдыңыз? 1 жыл. 1 жылдың ішінде үйрендіңіз. Себебі менде қандай механизм, қандай алгоритм, қандай жолмен үйрену керек екенін өте жақсы білгенмін. Сондықтан әдістемем болды. Себебі сондықтан қиын болған жоқ. Студент кезімде 3 тілді мен үйрендім. Ағылшын тілі, кәріс тілі, өзбек тілі. Нөлден бастап. Бәрін нөлден. Ағылшын тілі нөлден. Ешқандай мұғалімсіз де үйреніп алғанмын. Сосын менде методика пайда болды. Енді Ташкент тумасымын ғой. Ташкент тұрған кезде өзбек тілін үйреніп алғаннан кейін өзбек тілін үйрете бастадым. Өзбек тілін өңгісі келетіндерге. Lingua10, lingua деген оны латын тілінен де тіл дегенді білдіреді. Ten менің фамилиям, сондықтан Lingua10 тағы қалай ағылшын тілінен ten деген 10 санында білдіретін 10 тілге дейін мен жоспарлауда үйретуім. Содан кейін жақын арада енді түрк тілінде қосқым келеді. Негізі түрк тілінде мен үйреніп жатырмын. Сол 5 тілдің қатарына қосам түрк тілінде. Түрк тілі де өте мықты тіл, өте қызықты тіл, керекті тіл. Қазіргі кезде біз оны түрде ғана жұмыс істейміз. Әлеуметтік желілерде латын әліпбиіне қатысты көп пост шығарасыз байқауымыз бойынша. Жалпы осы латын әліпбиіне қатысты өзіңіздің ойыңызды білсек. Мен қолдаймын негізі. Латын графикасына, әріптеріне негізделген қазақ әліпбиін. Қазақстандықтардың бәрі қазақ тілін сөйлемейінше, оны енгізу қолдамас едім. Енгізуді. Бар қазақстандықтар білсін, біріншіден қазақша. Содан кейін енгізейік. Негізі қолдаймын оны. Ерте қазір арасында әлі? Әлі ерте деп ойлаймын. Себебі қазір келесі ұрпақтарымыз не орысша, не қазақша білмейтін ұрпақ болады. Тіл үйрену мәселесінде ең маңызды нәрсе ол интернет болды, Біз білесіз, YouTube арнасы бар. Қазіргі мына кішкентай балалардың бәрі сол YouTube көреді. Ол жерде енді шын айтсақ қазақ тіліндегі мәліметтер, контент өте аз. Осыған байланысты сіздің ойыңыз қалай? Жалпы балаларымызға тіл үйрету мәселесі, бұл жерде қандай проблема бар? Сіз өте дұрыс айтасыз. Негізі біздің балаларымыз уақыттарын көбінесе интернет көре береді. Даже көшеге далаға шықпай, тек қана интернетте, компьютерде отырады, интернет көреді. Интернеттің тілі қай тілі шықса, сол тілде сөйлей бастайды, тезірек. Бірақ бізде қызықты интернеттегі контент күшке қарай орысша, немесе ағылшынша.
қазақша аз. Қазақша контент бар, әрине бар, бірақ ол аз. Орыс тілді мен ағылшынша контентмен салыстырғанда ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз? Енді сіз нағыз еңбек жасауларыңыз керек, өздеріңіз балаларыңыз үшін. Интернет аккаунтын ашасыз, параллель түрде балаларыңызға ашасыз, бәрін қадағалау керек, тексеру керек. Да, бағалайсыз, нені көреді, нені көрмейді. Сосын егер сізге ұнамайтын канал болса, вообще орысша каналдары алып тастау керек, кішкене балалар үшін. Қазақша сөйлеп кетсін деген мақсат болса. Бүгін арнайы келіп, бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сізге де рахмет, шақырғаныңызға. Сізге үлкен сәттілік тілеймін.